Елбасының Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысымен кездесуі. Ұйым Қазақстан үшін нені білдіреді? Екі тарап өкілдері нені талқылады? Тоқаев америкалық сенатор Стив Дейнспен кездесті. Өкілдер нені талқылады және оның Мәскеудегі терактіге қандай қатысы бар? Түркменстанның Анау қаласы 2024 жылы түркі әлемінің астанасы болады. Крокус Сити холдағы лаңкестік әрекет. Жауапкершілікті кім өз мойнына алды? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қалай әрекет етті? Сәлеметсіз бе? Бүгін біздің Юртау онлайнда өткен аптаның басты жаңалықтарын баяндаймыз. Орталық Азиядағы және әлемдегі барлық қызықты оқиғаларды жіберіп алмау үшін сипаттамадағы сілтемені пайдаланып Юртау онлайн телеграм каналымызға жазылыңыз. Менің атым Жандос Сейдалин, енді жаңалықтарға көшейік. Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаты. Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Чжан Минмен кездесті. Мемлекет басшысы Қазақстан көп жақты диалогты нығайту, тұрақты бейбітшілікпен дамытуға ұмтылу тақырыбында арналған Шанхай ынтымақтастық ұйымының Астана саммитін маңызды деп санайтын атап өтті. Менің ойымша, біз тығыз жұмыс істеуіміз керек. Өйткені Астана саммиті қазіргі геосаяси жағдайды ескере отырып өте маңызды. Саммиттің барысын, оның шешімдері мен келіссөздерін бүкіл әлем қадағалайды. Менің түсінуімше, бұл саммитке ұйымға мүше барлық мемлекет басшылары қатысуға ниетті. Қазақстан қабылдаушы мемлекет ретінде саммиттің сәтті өтуі үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды, деді мемлекет басшысы. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының аймақтық қауіпсіздік процестерін сауда, экономикалық өзара іс-қимылды және мәдени гуманитарлық алмасуларды ынталандыру құралы ретінде қарастыратынын атап өтті. Сондай-ақ Қазақстан басшысы ұйымға мүше барлық мемлекеттердің пікірлері мен ұстанымдары ескерілуі тиіс саммиттің қорытынды құжаттарының мазмұны бойынша мұқият жұмыстың маңыздылығын атап өтті. Шанхай ынтымақтастық ұйымы біздің еліміз үшін бұрыннан келе жатқан одақ екенін еске салайық. Ұйым 2001 жылы құрылып, содан бері дамып келеді. Өткен жылы кездесу Үндістанның өкілділігімен бейне конференция форматында өтті. Оған қатысушы елдердің басшылары Үндістанның төрағалығын жоғары бағалады. Биылғы жылы еліміз орташа есеппен емес, жоғары есеппен бағаланады деп сенеміз. Біз сіздерді жаңалықтардан хабардар етіп отырамыз. Қазақстандық фехтовальщиктер, яғни семсерлесушілер Олимпиадаға алғаш рет толық құрамда қатысады. Ұлттық Олимпиада комитеті семсерлесуден ерлер құрамасы алдағы Олимпиада ойындарына жолдама алғанын хабарлады. Ол 2024 жылы Парижде өтеді. Алғашқы төрттікке кіруге квота алған Жапонияны есептемегенде, спортшылар рейтингте бірінші орынға иеленді. Семсерлесушілердің лицензиясын тарихи деп атауға болады. Бұл Тбилисиде өткен әлем чемпионаты кезеңінің қорытындысы бойынша мүмкін болды. Бұған дейін Қазақстан құрамасы бұл ойындарға толықтай қатысып көрмеген. Руслан Құрбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Әлімжанов және Ерлік Сертай жолдаманы жеңіп алды. Командамызды осы жеңісімен құттықтап, Олимпиада ойындарында сәттілік тілейміз. Қаңтар кезінде 4 жасар Айкөркемнің оққа ұшуына байланысты істе сот үкімі өзгерді. Қазақстан Республикасы әскери сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы қаңтар оқиғасы кезінде 4 жасар Айкөркемнің өліміне қатысты істі қарады. Бұған дейін сотталушы Арман Жұманның ісінде қылмыстық құқық бұзушылықтың болмауына байланысты оны ақтап шыққан болатын. Жәбірленуші тараптың арыздары мен прокурордың наразылығы негізінде іс қайта қаралды. Сот анықталғандай, сотталушы 2022 жылғы 7 қаңтарда сағат 19:30 шамасында бақылау өткізу пунктінде болған кезде өзі басқаратын әскери қызметшілерге бақылау өткізу пунктіне жақындап келе жатқан автокөлікке оқ ату туралы заңсыз бұйрық беріп, қыздың өліміне әкеп соқтырған. Сотталушының кінәсі жәбірленушілер мен куәгерлердің айғақтарымен сараптама қорытындысымен оқиға болған жерді тексеру хаттамаларымен дәлелденді. Ақтау үкімі жойылып, жаңа үкім 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Елдердің екі жақты ынтымақтастығы.
Қазақстан Ресейден Қытайға мұнай тасымалдағаны үшін 1,7 миллиард доллар алуы мүмкін. Мәжіліс 2013 жылы қабылданған мұнай транзиті туралы келісімнің мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдады. Түпкілікті ратификациядан кейін келісім 2033 жылға дейін жарамды болады. Осы уақыт ішінде 100 миллион тонна ресейлік мұнай Қазақстан арқылы Қытайға жөнелтіліп, бюджетті айтарлықтай толықтырады. Тасымалдау құны тоннасына 2,1 долларды құрайды. Ол доллар теңгенің ағымдағы бағамына сәйкес төленеді. Қазіргі уақытта келісім әлі ұзартылған жоқ. Бұл уақыт талабы келісімді ұзарту фактісі туралы ақпарат пайда болғанда біз сізге хабарлаймыз. Қазақстан бірінші атом энергетикасы саммитіне қатысты. Шараға Қазақстанның Бельгиядағы елшісі Марғұлан Баймұхан мен Қазатомпром акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мейіржан Юсупов қатысты. Саммитті Бельгия үкіметі мен атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттігі ұйымдастырды. Талқылаудың басты тақырыбы жаһандық мәселелерді шешу үшін атом энергиясын пайдалану жолдары, климаттың өзгеруі, энергетикалық қауіпсіздікті арттыру, экономикалық дамуды ынталандыру тақырыптары көтерілді. Саммитті ұйымдастыруға сарапшылар түрлі елдердің министрлері, халықаралық ұйымдардың басшылары мен дипломатиялық өкілдер қатысты. Уранның бастапқы өндірісінде Қазақстанның үлесі 40%-дан астам, деді Мейіржан Юсупов. Форум барысында 30-ға жуық мемлекет пен 300 трансұлттық компанияның басшылары жасыл энергетикаға көшу үшін бейбіт атом энергиясын пайдалану идеясын қолдады. Бұл Қазақстанның қарапайым азаматтарына қалай әсер ететіні әзірге белгісіз, бірақ еліміздің мұндай бастамаларға қатысуының маңыздылығы сөзсіз. Атом тақырыбын жалғастыра отырып, Сочидегі Атом Экспо 2024 халықаралық көрмесі мен форумы аяқталды. Сериус, ғылым және өнер саябағында 25 мен 26 наурыз аралығында Атом Экспо 2024 халықаралық көрмесі мен форумы өтті. Бұл жаһандық атом өнеркәсібіндегі басты оқиға. Атом өнеркәсібінің қазіргі жай-күйі ғана емес, оның болашақтағы даму бағыттары талқыланатын ең ірі көрме іскерлік алаң. Форумның шақыруымен Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының басшысы Жанар Оспанова денсаулық сақтау саласындағы инновациялық шешімдер, қажеттіліктер мен мүмкіндіктер тақырыбындағы панельдік пікірталасқа спикер ретінде қатысқан. Жанар Мықтыбекқызы өз сөзінде Жамбыл облысының денсаулық сақтау саласының инновациялық шешімдері, сондай-ақ өңірде ядролық медицинаны енгізу туралы айтты. Осылайша бүгінде денсаулық сақтау саласын дамытуға, әсіресе қатерлі ісікпен күресуге ерекше көңіл бөлетін Жамбыл облысы айтарлықтай жетістіктер мен келешекке ауқымды жоспарларын көрсетуде. Келешегі зор және өңірлерде денсаулық сақтау саласына заманауи шешімдерді енгізу фактісі қуантпай қоймайды. Мемлекет басшысы ақш сенаторы Стив Дейнсті қабылдады. Екі тарапта Қазақстан-Америка ынтымақтастығының жоғары қарқынын атап өтті. Мемлекет басшысы атап өткенде екі жақты қарым-қатынаста парламенттік дипломатия маңызды рөл атқарады. Кездесу барысында өкілдер сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша пікір алмасты. Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік маңызды талқылау тақырыптарының біріне айналды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, лаңкестікпен күресте барлық елдер қайшылықтарға қарамастан лаңкестік әрекеттердің алдын алу үшін күш біріктіру керек. Еліміздің қауіпсіздігі ең алдымен Ресей Федерациясымен және бізбен әскери саяси одақтастығымыз бар басқа көршілес елдермен тығыз ынтымақтастықта. Сондай-ақ Тоқаев сенаторға Қазақстан әлемдегі алғашқы мемлекеттердің бірі болып, Мәскеу облысында орын алған лаңкестік әрекетті қатаң айыптағанын еске салып, Ресеймен ынтымақтастығын білдірді. Біздің редакциямыздың пікірінше, кез келген лаңкестік әрекетті ақтау мүмкін емес, ал лаңкестікке қарсы барлық елдердің бірлесіп күресуі маңызды. Орта Азия жаңалықтары. Өзбекстанның сыртқы сауда айналымы 2024 жылдың алғашқы 2 айында 10,5%-ға өсті. Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы статистика агенттігі сыртқы сауда айналымы 9,9 миллиард ақш долларын құраған статистикалық мәліметтерді ұсынды. Бұл 2023 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 10,5%-ға артық. Ұсынылған мәліметтерге сәйкес, Қытай елдің негізгі серіктесі болып қала береді.
Оның сыртқы саудадағы үлесі 21,5% құрайды. Биылғы жылдың алғашқы 2 айында Өзбекстан шетелге 1,132 миллиард долларлық алтын экспорттады. 2024 жылдың ақпан айында Қырғызстанда WorldSkills Қырғызстан жұмысшы мамандықтардың бірінші ұлттық чемпионаты аяқталды. WorldSkills халықаралық байқауы 1947 жылы көгілдір мамандықтардың маңыздылығы мен беделін көрсету үшін құрылған. Чемпионат білікті мамандар даярлаудың елеулі құралы. Байқау бағыттарының бірі дәнекерлеу технологиялары болды. Оған кәсіптік лицейлердің үздік оқушылар қатысты. Жеңімпаз Элдар Бәкіров атанды. Ол биылғы жылдың қыркүйек айында Францияда өтетін WorldSkills 2024 финалында бақ сынауды жалғастырады. Элдарға сәттілік пен үлкен жеңістер тілейміз. Түркменстан сыртқы істер министрлігінің басшысы Рашид Мередов түркі мәдениеті халықаралық ұйымының бас хатшысымен келіссөздер жүргізді. Ұйым Ашхабадқа көне Түркмен қаласы анауды 2024 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы деп жариялау рәсіміне қатысу үшін келді. Тараптар өзара іс-қимылдың маңыздылығын атап өтті. Ол түркі тілдес халықтардың мұрасын сақтауға, зерделеуге, насихаттауға бағытталған әңгіменің маңызды тақырыбы ақын және ойшыл Мақтымғұлы Фраги түркмен ақыны, философ түркмен әдебиетінің классигі, сондай-ақ көне анау қаласының Біріккен ұлттар ұйымының ЮНЕСКО және тағы да басқа халықаралық платформалар үшін маңыздылығы сөз болды. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы, яғни ОДКБ биылғы жылы 7 оқу-жаттығу өткізеді. Оның ішінде бірлескен рубеж 2024 деп хабарлады ОДКБ бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов. Бұл ұйым жұмысының негізгі бағыттарын жүзеге асыру аясындағы жаттығулардың дәлелденген форматтары, деді Тасмағамбетов ұлттық қорғаныс журналына берген сұхбатында. Оның айтуынша, бұл бағыттардағы барлық іс-шаралар жоспарларға сәйкес өтеді. 2024 жылға арналған ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің командалық басқару органдары мен күштері және құралдарының құрамаларын бірлесіп даярлауда. Жоспарды ұйымның тиісті жарғылық органдары қорғаныс министрлер кеңесі мен қауіпсіздік кеңестері хатшылары комитеті бекітті. Соңғы кездері біз ОДКБ туралы көптеген жаңалықтарды естіп жатырмыз. Бұл біздің заманымызда ұжымдық қауіпсіздіктің маңыздылығын тағы бір рет растайды. Жаһандық жаңалықтар. 22 наурызда Мәскеуде қазіргі Ресей тарихындағы ең ірі терактілердің бірі болды. Лаңкестер Крокус-Сити холл ғимаратында бейбіт тұрғындарға оқ жаудырған. Содан кейін олар ғимаратты өртеп, көлікке отырып қашып кеткен. Кейін олар Брянск облысында ұсталды. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше қайғылы оқиға салдарынан 144 адам қаза тапты. Оның ішінде 3 бала, 182-сі жарақат алды. Лаңкестік әрекетті Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған ИГИЛ халықаралық террористік ұйымының ауғандық бөлімшесі өз мойнына алды. Қатысушылардың нақты саны белгісіз. 11 адам ұсталды, оның ішінде 4-еуі оқ атқан. Маңызды сұрақтар жауапсыз қалды. Қаруы бар адамдар ғимаратқа қалай кірді? Қарулар қайдан келді? Неліктен 2024 жылы бұндай жағдайлар орын алуда? Қарапайым азаматтар өзін және жақындарын қалай қорғай алады? Түсініксіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинге көңіл айтып, Біріккен ұлттар ұйымға мүше барлық елдерді шақырған қарапайым тұрғындарға қарсы лаңкестік әрекетті айыптады. Ресейде 24 наурыз қаралы күн болып жарияланды. Ресейдегі терактіден кейін жатақханаларда және курьерлік қызметте иммигранттардың құжаттарын тексеру басталды. Қасым-Жомарт Тоқаев 23 наурызда қауіпсіздік кеңесінің мүшелерімен Крокус-Сити холлда болған терактіден кейінгі шаралар туралы шұғыл кеңес өткізді. Бұл оқиға сұрақ тудырады. Мұндай оқиғаларға қаншалықты дайынбыз? Оның алдын ала аламыз ба? Терроризммен күрес маңызды тақырып болды және болып қала береді. Террорлық шабуылдардың алдын алудың жаңа шаралары туралы жаңалықтар күтеміз. Швейцария Украинадағы әскери қақтығысқа байланысты ядролық қаруға тыйым салу туралы шартқа қол қоюдан бас тартты. Билік бұл шешімді ядролық қаруы бар мемлекеттердің де келісімге қосылмағанымен негізделіп отыр. 2018 жылдың қазан айында Ресей, Франция, Ұлыбритания, ақш және Қытай келісімге
қол қоюға қарсылық білдірді. Швейцарияда қазіргі жаһандық жағдайда шартқа қол қою нақты өзгерістерге әкелмейтініне сенімді. Федералдық кеңес Еуропадағы жаңа қақтығыс нәтижесінде қауіпсіздік саясаты мәселелері бірінші орынға шыққанда қосылу Швейцарияның мүддесіне сай емес екеніне сенімді, деді елдің сыртқы істер министрлігі. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Лүпіл қойыңыз, каналға жазылыңыз, пікірлеріңізбен бөлісіңіз, біздің телеграм каналымыз туралы ұмытпаңыз. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Жақында біздің Йорт онлайнда қайта кездескенше сау болыңыздар.